Арма көрермен, апта сайын тіркелген заң бұзушылықтар мен қылмыстарды сіздерді сақтандыру үшін хабарлаймыз. Алдымен аңдатпа. Көлігімен дрифт жасаған рұқсатсыз көлік басқарғандар ұсталды. Заңсыз балық аулаған азаматтан 100 келі бекіре тәркіленді. Исатайлық полицейлер жоғалған баланы кәріз құдығынан тауып құтқарып қалды. Атыраулық әуесқой балықшылар қайығы соқтығысып бір адам қаза тапты. Жасөспірім іс-шарасы 2 күнде 100-ге жуық әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу және қауіпсіздік шараларын жетілдіру мақсатында атыраулық полицейлер қала аумағында тұрақты негізде профилактикалық іс-шаралар жүргізуде. Шара барысында анықталған құқық бұзушылық әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 127 бабы бойынша, яғни кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу және оған білім беру құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі міндеттерін орындамаған 11 хаттама жасақталған. Сондай-ақ кәмелетке толмаған адам жасаған бұзақылық бойынша 7 ата-ана әкімшілік жауапқа тартылды. Сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 442 бабы 2 бөлігі бойынша, яғни түнгі уақытта сағат 23:00-ден кейін заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз үй жайдан тыс жерде жүрген 80-ге жуық жасөспірім анықталды. Аталған жасөспірімдердің заңды өкілдеріне кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде немесе тұрғын жайдан тыс жерлерде болуы бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылып, ескерту жұмыстары жүргізілді. Шара негізінде Атырау қаласының полиция басқармасы жергілікті полиция қызметі бөлімінің қызметкерлерінің ұйымдастыруымен қала аумағындағы жайсыз отбасы есебінде тұрған ата-аналардың үйлері тексерілуде. Мәселен, 22 қыркүйек күні Қазірет көшесінде орналасқан үйді тексеру барысында 2004 жылы туылған әйел адамның 2 жасөспірім баласын қараусыз қалдыратыны анықталды. Сондай-ақ 2 баланың анасының тұратын мекен-жайы лас күйде және өз балаларының туыстарының үйіне тастап кеткен. 19 жастағы әйел адам расымен де бала тәрбиесімен айналыспайтыны, бірнеше күн хабарласпастан кетіп қалатыны өз сөзінде келтірілді. Қазіргі уақытта балалар сәбилер үйіне орналастырылып, әйелге қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 127 бабы 1 бөлігімен хаттама толтырылды. Ары қарай іс құжат жинақталып, Атырау қаласының әкімдігі жанындағы комиссияда қаралатын болады. Осы орайда тәртіп сақшылары ата-аналардан жасөспірімдерді түнгі уақытта назардан тыс қалдырмай қауіпсіздік шараларын сақтау керектігін ескертеді. Мигрант шарасы көші-қон заңнамасын бұзған 126 шетелдік жауапқа тартылды. Көші-қон заңдылықтарын бұзған шетел азаматтарын анықтау және олардың жолын кесу, Қазақстан Республикасы аумағынан өз еркілерімен шығу туралы сот қаулыларын орындамаған шетелдіктерді анықтап, оларды мәжбүрлі түрде елден шығару мақсатында Атырау облысы аумағында қыркүйек айының 21-30 аралығында республикалық мигрант жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Қазіргі уақытта нәтиже бойынша мигрант шарасы кезінде көші-қон заңнамасын бұзған 185-тен аса шетел азаматтары анықталып, барлығы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде 126 шетел азаматы Қазақстан Республикасының халықтың көші-қоны саласындағы заңнамасын бұзған үшін жауапқа тартылды. Сонымен қатар әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 518 бабы бойынша 59 азаматқа хаттама толтырылған. Одан басқа жеке басын анықтайтын құжаттардың болмауына байланысты 25 Өзбекстан Республикасының азаматы қабылдау тарату орнына орналастырылды. Атыраулық әуесқой балықшылар қайығы соқтығысқан. 20 қыркүйек күні сағат шамамен 7:00 шамасында Атырау қаласына қарасты Дамба ауылы Жайық өзені 6-шы өзек сол жақ беті бойында 2 қайық соқтығысып, салдарынан 73 жылы туылған азамат ауыр күйде облыстық ауруханаға жеткізілді. 74 жылы туылған азамат оқиға орнында қайтыс болды. 92 және 88 жылы туылған қайықтың жүргізушілерінің су көлігін басқаруға рұқсат қағаздары бар екендігі анықталды. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде. Исатайлық полицейлер жоғалған баланы кәріз құдығынан тауып құтқарып қалды. 19 қыркүйек күні сағат 17:48 шамасында Исатай ауданы полиция бөлімінің 102 операторына Аққыстау ауылы 1993 жылы туылған тұрғын хабарласып, 20 минут бұрын үйінен 5 жастағы ұлының жоғалып кеткені туралы хабарлаған.
Аталған хабарлама бойынша Аққыстау кентінде жедел іздестіру жұмыстары дереу басталған. Полицейлер жасөспірім баланың дыбысын тұрғын үй ауласындағы кәріз шұңқырынан байқап шығарып алуға талпынған. Балаға төнген қауіп пен уақыттың тығыздығын түсінген полицейлер әріптестерін де көмекке шақырған. Кәріз құдығының қақпағы тар болғандықтан бүлдіршінің денесіне жарақат салмау үшін құтқарып шығу үшін 5 минуттай уақыт кеткен. Қазіргі таңда баланың денсаулығы жақсы, дәрігерлер тексеруінен өткізілген. Бекіре 2023 шарасы балық аулау қағидаларын бұзған 46 балықшы жауапкершілікке тартылды. Облыс аумағында 10 қыркүйек пен 31 қазан аралығында Бекіре 2023 күзгі кезең жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Шара аясында Атырау облысы балық қорына қылмыстық қол сұғушылыққа қарсы күрес жөніндегі полиция бөлімі қызметкерлерімен 46 азаматқа балық аулау қағидаларын бұзған үшін әкімшілік хаттама толтырылды. Сонымен қатар қылмыстық кодекстің 339 бабы 1 бөлігімен, яғни өсімдіктер мен жануарлардың сирек кездесетін құрып кету қаупі төнген, сондай-ақ пайдалануға тыйым салынған түрлерімен олардың бөліктерімен немесе дериваттарымен заңсыз айналысу дерегі бойынша 2 қылмыстық құқық бұзушылық анықталды. Қазіргі таңда анықталған қылмыстық құрамы бар құқық бұзушылық Атырау қаласы полиция басқармасы нөмірі 1 қалалық полиция бөлімінің жедел тергеу тобының өндірісінде. Бұл бағыттағы жұмыстар Жайық Каспий бассейнінде қылмыстық іс-әрекеттерді болдырмау және қоғамдық тәртіпті сақтауды қамтамасыз ету шаралары әрі қарай бөлім қызметкерлерімен бірге жалғастырылуда. Атырауда 100 келі бекіре балығын тасымалдаған жүргізуші ұсталды. 12 қыркүйек күні Атырау облыстық полиция департаментінің қызметкерлері бекіре жедел профилактикалық іс-шарасы барысында Исатай ауданы Сарыөзек ауылының тұсында 93 жылы туылған аудан тұрғынының басқаруындағы Шкода Рапид автокөлігін тексеру кезінде жалпы салмағы 100 келіні құрайтын бекіре тұқымдас балығын тәркілеген. Аталған дерек бойынша қылмыстық кодекстің 339 бабы 1 бөлігімен сотқа дейінгі тергеу басталды. Атыраулық полицейлер көлік жүргізу құқығы жоқ болса да көлік тізгіндеген ер адамды ұстады. 17 қыркүйек күні сағат 20:00 шамасында Әбілқайырхан көшесінің бірінде патрульдік полиция қызметкерлері жолдың қарсы бағытына шығып ережені бұзған Toyota Alphard автокөлігін тоқтатты. Тексеру барысында 2004 жылы туылған автокөлік тізгіндеуші көлікті құжаты жоқ күйде басқарғаны белгілі болды. Оған қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 2 бабы бойынша хаттама толтырылып, тиісті шарасы қолданылды. Көлігімен дрифт жасаған жүргізуші жауапқа тартылды. 17 қыркүйек күні патрульдік полиция қызметкерлері қызмет барысында әуежай алаңында Mercedes маркалы автокөлігімен түрлі қозғалыс жасап, дрифт элементтерін орындағанын және бұл әрекетімен айналаға қауіп төндіріп жатқанын байқаған. Тексеру кезінде 19 жастағы жүргізушінің сақтандыру туралы заңнаманы бұзғаны анықталды. Оған қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 596 бабы 5 бөлігімен, сондай-ақ 230 бабы 2 бөлігімен әкімшілік хаттамалар толтырылып жауапқа тартылды. Мас жүргізуші қылмыскер. Мас күйде көлік басқарған жүргізуші ұсталды. 18 қыркүйек күні Аққыстау ауылының тұсында маркасы Лифан автокөлігі тоқтатылды. Тексеру барысында 83 жылы туылған жүргізуші алкогольдік ішімдік ішіп, мас күйде көлік басқарғаны анықталды. Аталған дерек негізінде оған қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 608 бабы 1 бөлігі бойынша хаттама толтырылып, тиісті іс-шарасы қолданылды. Сот шешімімен жүргізу құқығынан 7 жылға шектеліп, 15 тәулікке қамауға алынды. Осы ретте атыраулық полицейлер жол ережесін қатаң сақтап, автокөлікті ішімдік ішіп басқармауды ескертеді. Құрметті көрермен, әр апта сайын тіркелген заң бұзушылықтар мен қылмыстар туралы айтамыз. Телерейд бізді күтіңіз.